Төменде Чжан Лин атты ұзақ жылдар Қытай компартиясының қуғындауына ұшыраған, Қытай түрмелерінде азапталған, шетелге қашып барған шетелдегі Қытай демократының қызықты ақпаратына назар салыңыздар. Кеше Америка бұқаралық ақпарат құралдарында Помпео анық көрсетті. Америка үкіметінің хатшысы Помпео анық көрсетті. Нью-Йорктағы Қытай бас елшілігі Қытай компартиясының тыңшылар орталығы деп анық көрсетті. Шындығында осыдан бірнеше ай бұрын мен Нью-Йорк қаласы Қытай компартиясының тыңшыларының әрекет жасау базасы деп айтқан едім. Қытай компартиясының тыңшылары ең көп орналасқан жер әрине Пекин. Пекинде өте көп тыңшылыққа тәрбиелеу орталықтары, мектептері бар. Орталық телевизия станциясы, сыртқы істер органдары сияқты барлық мемлекеттік органдарда тыңшылар өмір сүреді. Олар үздік-создық жер шарының түкпір-түкпіріне байланыс орнатқан. Олар дүниенің төрт бұрышына бұйрық береді, міндет тапсырады. Гонконг компартияның шетелге қаратқан тыңшылары ең көп жер болуы керек. Екінші базасы Нью-Йорк болып табылады. Енді бұл тыңшылық әрекеттердің төменде бір қанша ерекшелігі бар. Мысалы, олар шетелдегі өздеріне берілген мүмкіндіктен жақсы пайдаланады. Халықаралық заңдарға сәйкес, мысалы, шетелдегі Қытай елшіліктері Қытай компартиясының территориясына тән болып есептелінеді. Бұл жерде олар тыңшылық әрекеттерімен алаңсыз айналысады, системалы, жүйелі түрде құпиялықтарды жинаған мәліметтерін сақтай алады, қорғай алады. Жергілікті үкіметтің қуғын-сүргінін қузастыруынан сақтана алады. Елдің бәрі біледі, осы территорияда жаңағы Қытай елшіліктерімен тығыз байланыстағы адамдардың бәрінің тыңшы екенін жақсы білсе де, оған осы территорияда болғандықтан ештеңе де істей алмайды. Міне осыдан барып Қытай компартиясы өте көп тыңшыларды осы елшіліктер арқылы дүниеге таратып отыр. Бірлескен мемлекеттер ұйымында да көптеген тыңшылар бар. Қытайлар тығыз орналасқан өңірлердің бәрінде тыңшылар бар екені анық. Мысалы, Таңдықтар көшесі. Бұл жерде таңдықтар, Таңрынже деген сөз Қытайлардың. Қытайдың таңпашалығының адамдарын Таңрын деп атайды Қытайлар. Олар барған мемлекеттерінде солай өздерінің ұлттық өзгешеліктеріне тән, өздері көп шоғырланған өңірді сол өздерінің атауымен атағанды жақсы көреді. Мысалы, бізде Қазақстанда да Ялиян базары бар. Онда да жаңағы бизнес жасайтын, негізгі бизнестің жаңағы жүген шылбырын ноқтасын ұстап отырғандар Қытайлар және тұңгандар. Және осы Ланчжоу Нюрумен дейді, Ланчжоу кеспе аш дүкені сияқты осындай Қытайдың жаңағы ұлттық тағамдарын, сондай жаңағы нелерді Қазақстанның түкпір-түкпіріне жаңағы кең көлемді тамыр тартып бара жатыр ғой. Ресторандар, кафелер, со сияқты Қытай компаниялары тығыз орналасқан Ақтөбе, Атырау, Шымкент қалаларында қытайлықтар тұратын жаңағы Дауалдың ар жағы міне осындай өңірлерге қаратылған жаңағы Таңрынже деген атау қандай деген сөзге түсіндіріп жатқаным ғой. Енді Американың университеттерінде, микрорайондарында да тыңшылар қаптап жүр. Қазір алғашқы санақ жасап көрелік. Қытай компартиясының тыңшылары Америкада мөлшермен, яғни Америкадағы қытайлықтар саны 3.700.000 десек, өз тегін жасырған, құжат ауыстырған сияқты құпия жүргендерін қосқанда 5 миллион адам болуы мүмкін. Бұлардың 60% Қытай құрлығынан келген. Нақты 2 миллион адам тіке Қытай Халық Республикасынан келген. Қытайлықтар Америкадағы жалпы санағын шығару өте қиын. Қытайлықтардың Америка үкіметі де нақты санақ жасауға шарасыз қалып отыр. Енді Қытайға мәлімет таситын кәсіби тыңшылар мен ақша табу үшін мәлімет таситын жалдамалы тыңшылар неше миллион болса, қалғандары шетелдегі Қытай диаспоралары, яғни Қытай Коммунист партиясының партия мүшелері, қызметкерлері, немесе Конфуций университетінің қызметкерлері, шетелге орналасқан Қытай компанияларының бөлімшелері, мысалы Huawei'ді тілге алуға болады. Осылардың барлығы Huawei компаниясы, барлығы да тыңшылық жүйе орналасқан болуы мүмкін. Шетелдегі, мысалы, сабақтастар ұйымы, ауылдастар қоры деген сияқты Қытайлардың шетелдегі ұйымдары, мұхажырлар ұйымы, Қытай диаспорасы ұйымдары қатарлылардың барлығында тыңшылық қызмет атқаруы мүмкін. Кейбір адамдар еңбекақы алмаса да, ақы алмаса да, сол арадағы Қытай тыңшыларының қысымынан кейін еріксіз міндет орындап жүргендерде бар болуы мүмкін.
Помпео кешегі сөзінде Америкадағы сақшы қызметкер Тибет азаматының тыңшы болып шығып ұсталуын да мысалға алып тілге алды және Нью-Йорк қаласы Қытай компартиясының тыңшылық базасына айналғанын атап көрсетті. Енді кең көлемді тексеру, тұтқындау жұмыстарын жүргізу керек деді. Нью-Йорк тыңшылары қазір бұрынғыдай алшаң басып жүре алмайтын күйге түсті. Себебі олар бастарына ақыр заман орнауға аз қалғанын жақсы біледі. Американың басқа қалаларындағы бірнеше елшіліктер жабылған хабардан кейін Қытай елшілігі жанын таппай өзіне қызмет еткен әскери офицер тыңшы әйел Таң Жуанды Америка үкіметіне тапсырып берді. Нью-Йорк елшілігі жанталасып көп мөлшердегі құжаттарды өртеді. Енді Помпеоның сөзіне қарағанда Нью-Йорктағы Қытай елшілігінің де жабылу қаупі жақындады. Әрине, Помпео Нью-Йорк елшілігінен сырт жаңағы елшіліктерді тілге алды, бірақ ол елшіліктердің дәрежесі осы Нью-Йорктағы бас елшілікке жетпейді. Сондықтан осы ең көп тыңшылар шоғырланған елшілік жабылатын болса, Нью-Йорктың айналасы біршама қауіпсіз жағдайға өтеді. Кезіндегі Антипа ұйымы сияқты негрлер қозғалысы да өте қатты дүрбелең туғызуына себепкер осы шетелдегі Қытай тыңшыларының ықпалынан болған. Басқасын айтпай-ақ қояйық, Нью-Йорктағы Бірлескен Мемлекеттер ұйымының төңірегінде де мыңдаған тыңшылар жүр. Олар дүниенің әрқайсы мемлекеттерінің сыртқы істер дипломаттарын бақылап жүр, неше түрлі кездесулер ұйымдастырып, арандатулар жасап жүр. Сол арқылы әрбір мемлекеттерге өз саясатын сіңдіруге күш салып жүр. Американың көптеген жоғары оқу орындарында, яғни Нью-Йорк төңірегіндегі Американың ең мықты деген жоғары оқу орындары Нью-Йорк төңірегіне тығыз орналасқан. Бұл өңірдің бәрінде де Қытай тыңшылары тамыр жайған. Оқушылар ұйымы мысалы, ол мектептің әрбір саласындағы кәдімгідей жаңағы ақалатын тыңшылар тобы қалыптасқан. Небір доктор, бакалавр атағын алған оқымыстылар, зиялылардың өзі Қытай компартиясының жансыздары, арнайы тәрбиеленген адамдар болып табылады. Сондықтан тек қана Нью-Йорк елшілігі жабылса, көптеген қалалар тыңшылардан тазарады. Нью-Йорктағы Қытай елшілігі жабылмайтын болса, Американың осы Нью-Йорк қаласы қауіп ішінде деуге әбден болады. Олар у салуы мүмкін, у таратуы мүмкін, олар қоғамдағы тентектерді дүрліктіріп жаңжал шығаруы мүмкін, халықтардың арасына ұлтараздық іріткі салу сияқты қауесет тарату арқылы да қоғамда былық-балық тудыруы мүмкін, халықтарды бір-біріне айдап салуы мүмкін, микрорайондардағы бақылау жүйесіне бұзғыншылық жасауы мүмкін, тұрғындар райондарында бүлік шығаруы мүмкін. Көп қой енді. Қазір Жапонияда Қытайға қарыз беруді бүкілдей тоқтатуға, Қытайдың осы қарыз арқылы контролдау саясатының күре тамырына балта шабу харекеті басталып кетті. Өйткені Қытайдың мемлекеттік кәсіпорындарының көбі көбік, яғни құры қаңқасы ғана бар алдамшы кәсіпорындар. Олардың бизнес жоспарларының көбі жаңағы банктен қарыз алады. Өтірік құжаттар жасау арқылы, олар үздіксіз қарыз алу арқылы өз шаруашылығын жүргізеді. Қазір Қытай үкіметінің оларға ұзақ жылдар бойы беретін қарызын беріп болды. Енді олар Гонконг, Тайвань сияқты сыртқа қаратқан қарыз алу системасына көшті. Дүниенің көптеген мемлекеттерінің ақшасын осы Қытайдың алып компаниялары қарызға алып кетті. Олар неліктен қарыз алды дегенде, олардың қарымтасы жоғары болып тұр. Басқа елдер бірге бір етіп қайтарса, Қытайлар бірге екі есе етіп қайтарады. Өсімі жоғары, осы арқылы қызықтырады. Бірақ қазір Қытай компаниялары дағдарысқа түсті, құлдырауға бет алды. Кешегі Қытайдың ең алып үй құрылыс компаниясы құрып жоғалуға қаупінде тұр деген мәлімдемемде де айтқанмын. Дәл осындай бүкіл Қытай компаниялары құрдымға кету үрдісі жарыққа шыққан кезде олар қайтеді, жаппай шетелден қарыз алады, құтырына қарыз алады. Бұларға берген ақша ешқашан қайтпайды. Енді қашан құлағанша қарыз алу арқылы өздерін сақтап тұрады да, құлаған соң несін береді, ештемесі жоқ болды. Өйткені мемлекеттік кәсіпорындардың басшылары ең әуелде Қытай компартиясының тағайындаған адамдары. Олар тек қызметкерлер ғана. Оларға ештеңе істей алмайсың. Олардың бар істейтіні қайтсе ақшаны қолға түсіреді, болды, қалтасына басады, олардың міндеті аяқтайды. Болашақта компаниясы құлай ма, құрып жоғала ма, оларға әсер етпейді. Осы нұқтадан алып қарағанда, Қытайдың көптеген жоғары дәрежелі алып компанияларының көбі алдамшылық кәсіпорындар. Олар Қытай халқының ақшасын тақыр таза сүліктей алдап сорып болған соң енді шетелге тұмсығын тығып, бүкіл дүние халқының ақшасын ұрлауға көшті. Егер олар банкрот болатын болса, ешкім де ақшасын қайтарып ала алмайды. Жапониялықтар, еуропалықтар, азиялықтар, сендер ешқашан құйған қаржыларыңды шығарып ала алмайсыңдар.